Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін түрлі түсті орам жапырақтан осындай ерекше үлгідегі тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достар, бұл орам жапырақ біздің денсаулығымыз үшін өте пайдалы. Және бұл тағам өте тез дайындалады, әрі дәмді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бұл тағамды дайындау үшін бізге бір шағын орам жапырақ немесе үлкен орам жапырақтың жартысы болса жеткілікті. Осылай орам жапырақты ортасынан бөліп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дайын болған орам жапырақтарды противенге салып, пеште 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Достар, сіздер байқасаңыздар, мен көбіне осы түрлі түсті орам жапырақты пеште пісіргенді жөн көремін. Егер суда қайнатсақ, бұлар езіліп кетуі мүмкін. Сол себептен де сіздерге де пеште пісіруге кеңес беремін. Пеште пісірсек, сондай дәмді, өзінің дәмі өзінде қалады. Достар, енді біз жұмыртқалы масса дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, ұн және сүт керек болады. 2 жұмыртқаны осылай ыдысқа салып, кішкене тұз сеуіп, жақсылап венчикпен араластырамыз. Жұмыртқалы масса жақсылап араласып болғаннан кейін 2 ас қасық ұн саламыз. Мен 2 жұмыртқа ғана қолдандым. Себебі мен үлкен бір орам жапырақтың жартысын ғана дайындап жатырмын. Сіздерде орам жапырақ көп болатын болса, онда жұмыртқаның санын да көбейтулеріңізге болады. Міне жақсылап ұн мен жұмыртқа араласқаннан кейін сүтімізді құямыз. Сүтті құйып болғаннан кейін де жақсылап араластырамыз. Егер сүтті құйып болғаннан кейін біздің массамыз сұйықтау болып кетіп жатса, қорықпай ұнды қосып, тағы да ұн қосып араластыруға болады. Ұнды араластырғаннан кейін түйіршік болып қалмау керек. Осыны есте сақтаңыздар. Біздің пештегі орам жапырақтарымыз да дайын болды. Енді осы орам жапырақтарды жұмыртқалы массаға батырып алып, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, орам жапырақтарды осылай жұмыртқалы массаға аунатып аламыз да, майымыз міндетті түрде қызып тұрған болу керек. Қызып тұрған майға екі жағын алмастыра отырып пісіреміз. Бұл орам жапырақтар тез-тез қызарады, сол үшін қайта-қайта қарап тұру керек. Достар, осындай дайын болған орам жапырақтарды салқын тағамдармен ұсынуға болады. Мысалы, пеште піскен тауық аяқтарымен, немесе қияр қызанақтармен ұсынуға болады. Мен бүгін осы дайындалған орам жапырақтарды қияр қызанақпен
ұсындым. Өте дәмді болды және достар тез дайындалды. Осыны дайындауға 30 минут қана уақытым кетті. Достар, сіздер де осындай дәмді, әрі тез дайындалатын, әрі ерекше тағамды дайындап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Өз достарыңызбен бөлісіңіздер.